біз енді мынау мужской макасиіміздің енді қазір анау артын тоқимыз бірінші, кейін алдын тоқимыз. Бітіріп, осы 2 сабақты бітіреміз. Енді бастаймыз. Енді біз артынан бастаймыз. Осындай аспан көк түстен. Енді жерде мен дәл ортасын тауып алдым. Осылай енді 3 жерден санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-шы яшыққа кіргізіп, 3 жерден жұмыс шыбымызды алып шығып, біреу көтереміз. Енді әр яшыққа бір-бірден тоқимыз. Біреу, екеу, қысып тоқыңыздар осы жерін. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9. Енді мынау ілмектегі жерге тоқимыз. Бұл жердегі тоқығанымызды санамаймыз. Енді мына бетіне де 9 тоқимыз. Осы жерге жиналып келеміз. Енді мына беті де мына жері 9, ортада біреу, мына жағы 9 болды. Ілмекті іліп қойып, мына бетіне алып келеміз. Енді осы жерден мынау шеті, осы жерден 5 аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші яшыққа кіргізіп, жұмыс шыбымызды шығарып, осы жерден біреу көтереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді 5 тоқығаннан кейін осы жерде мынау 1-ші яшық тұр. Оған тоқылмайды, 2-ші яшыққа кіргізіп, осыған кіргізіп, осы жерден жұмыс шыбымызды шығарып, осы жерден осыны қатты қысамыз. Ары қарай әр яшыққа бір-біреуден тоқимыз. Осы артын қысып тоқыңыздар. Сонда аяқтарыңыздан түспейді. Аяқтың осы көтеріліп, осы жерден аяқтың андай иіліп тұратын жері осы жерде болады. Сол үшін осы қатарларды қысып тоқыңыздар. Тоқып осы жерге жиналып келеміз. Мына бетіне келдік. Енді осы жерден ең соңғысын тоқимыз. Осы яшыққа кіргізіп, осы ілмектің астындағы жұмыс шыбымызды шығарып, осы ілмектегі жіпті бірге қосып, ілмегімізді аламыз. Осы жерден, осы үшеуден біреу шығарамыз. Енді бұл шетіне де 5 тоқимыз. Мынау келесі яшығымыз. 1, 2, 3, 4, 5. Біз енді ілмегімізді іліп қоямыз. Ілмегімізді іліп, осы жерден бұл біздің
Birinci қатарымыз тоқыдық. Мына екінші қатарымыз. Сондайдан тағы екеу тоқимыз. Бесеу, тағы бесеу. Сонда үш қатар болады. Мұндай қосқаннан тағы екеу тоқимыз. Мына жерден мен үшінші қатарды оқыдым. Мынау бір қосқаным, екіні үш қосқаным. Неде бесеу қостым осы жерден. Үш қатарды оқыдым. Енді осы жерден аяқтаймыз. Осы төбе жағын осы жіптің ортасынан өткізіп, осы жерден бекітеміз. Менде мына жер тура шықты. Сіздер бекітпей тұрып осы жерлерін тексеріп алыңыз. Осы жерден менде мынамен бүйтіп неғанда тура болды. Екі шетімін. Мінекей осындай өлшеп көріңіз. Бүйтіп қалмасын, тура болсын осылай. Енді бұл жері тура болды. Осы жерлеріне мән беріңіздер. Енді осы жерден мына жіп біткен жерден мына бос емес. 1, 2, 3, 4, 5. 5 яшық. Неге аламыз? Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 яшық тағы қостық. 6 яшық тағы қостық. Енді 7 яшық. 7-ші яшық. 8-ші яшыққа. Сонда мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 яшық тастап, 13-ші яшықтан осы жерден белгілеп қоямыз. Белгілеп, осы жерде жіппен белгі сап қоямын. Осыны істеңіздер. Енді мынаны шығарып, бұны тағы не аламыз. Бұлай болып кетеді да, бір жағы қисық болады. Сол үшін осылай туралап аламыз. Мына яшыққа тура келді. Осы яшыққа кіргіземіз. Осы жерден тағы белгі сап қоямыз. Бұл белгіні екі рет бетіп қысып байлап қойыңыздар. Осы жетке шейін келгенше шешіліп түсіп қалмасын. Белгілеріміз салып қойдық. Мен мына жерде дәл ортасын таптым. Ортасы болғанда мына ортасы мына жерге келді. Соған сәл мына бұрышынан алдым. Енді осы жерден осы белгі қойған жерден 1 яшық, 2, 3, 4, 5-ші яшыққа кіргізіп, осы жерден мына жақтағы бағанаға бекіткен жібімізді алып, осылай біреу шығарамыз. Бос қып, мынау қатты неғып қалмасын. Бос болып үстіп, осы жерге қайырғанда осыған тіреліп тұрсын. Енді ораммен келесі яшыққа, бірден келесі яшыққа кіргізіп, ораммен біреу, бұрыштан санамаймыз, біреу, екеу, үшеу, төртеу, мынамен бесеу болады. Сонымен мынау ортадағын санамаймыз. Жібімізді алып тастаймыз. Енді мына бетке де бесеу тоқимыз аяқтағанымен. Ораммен біреу, екеу, ораммен үшеу, төртеу. Енді мынау бесіншісін орамсыз шығарып, жұмыс жібімізді күртшіктағы жіптен өткіземіз.
және біреу көтереміз. Осы қысып тұру үшін біреу көтереміз. Енді ілмегімізді іліп қоямыз. Енді біз екінші қатарымызды тоқимыз. Мен бұл жерден бірінші қатарды есептемеймін. Узор сағаннан бастап бір қатар деп есептеймін. Бізде 18 қатар шығу керек. Сол үшін міне жерде мен бірінші қатар мен екінші қатарды бір-біреуден аламын. Бірінші қатар болса, екінші қатар болады. Одан кейін екеуден алып тоқимын. Сонда менде 18 болады мына жерге шейін. Соған осы екінші қатарды бастайтын кезде бүйтіп есептеңіздер. Мысалы, мен қазір мынаны бірінші қатар деп есептеймін. Узормен бірінші қатар, екінші қатар. Одан кейін бәрін екеуден аламын. Екінші қатар, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 болып қалды. 17 болып қалды. Сонда арасында мен тағы біреуден тоқимын. 18 қатар қылыңыз, мынаны санамаңыздар. Қазір тоқып бастаймыз. Енді мынау мен келесі ұяшық, мынау тұр. Мынау ілініп тұр, мынау бос емес. Келесі ұяшықтан бір-екі қатардай осылай тоқимын, узормен тоқимын. Бір-біреуден алып, екі шетінен. Мынау біреуін көтердім. Енді ораммен мынау бірінші тұрған мен екінші тұрған ортасына кіргізіп, ораммен алып шығам. Біреу. Бұл біздің жай тоқуымыз. Енді мынау узордың астынан алып, астынан шығарып, ораммен осы узорды саламыз. Жаймен көрсетейін. Бұл бірінші узорымыз. Мынау жаймен тоқығанымыз. Ораммен. Енді ораммен келесі мынаны қалдырып, біреуін қалдырып, келесі ұяшыққа кіргізіп, асты жағынан жұмыс шөбімізді шығарып, екеуінен шығарамыз. Енді жұмыс шөбімізді ораммен екеуін. Сонда бізде мынандай узордан екеу шықты. Енді соның жанына жаймен тоқимыз ораммен. Енді біреу қалдырып, екіншісінен аламыз, асты жағынан узормен. Бұл біздің ораммен үшіншіміз. Мінекей жақынан көрсетейін. 1, 2, мынау үшіншіміз. Енді осындайдан 5 болу керек. Жанынан жаймен, ораммен, жаймен тоқимыз. Енді біреу қалдырып келесіге. Мынау біздің төртіншіміз. Узормен асты жағынан алып шығарып тоқимыз. Енді ораммен, жаймен қасына тоқимыз. Бізде 4 болды. Мінекей 1, 2, 3, 4. Енді бесіншісін тоқимыз. Біреу қалдырамыз қасындағын, екіншісінен алып, асты жағынан алып, осылай жұмыс шөбімізді шығарып, осымен 5 болды. Бізде мінекей 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына соңын ораммен бұрышқа осы ілмектің астында кіргіземіз. Жұмыс шөбімізді шығарып, енді ілмектегі жіпке қосып іліп аламыз. Және шығарып, енді бізде көтшекта 4 жіп. 4 жіптен өткіземіз. 3 жіптен өткізіп, одан кейін 2 жіптен өткіземіз. Енді мына жағын санаймыз. Ар жағын санағаннан кейін мына жағын да санаймыз. Мысалы, бізде мына екінші қатар тоқып жатырық. Осы шетіне санаңыздар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18. Бұл жағы тура екен. Бұл жағын екеуден ала берсек болады. Мынау біріншіміз, мына екіншіге ұяшыққа кіргізіп, жұмысшымыз шығарып бітейміз. Енді біреу көтереміз. Мына жағы тура, мына жақта 3 қатарын бір-бірінен аламыз. Арасынан алсаңыздар да болады. Жөтелген үшін кешірім сұраймын. Көп ұзақ түсіргеннен кейін жөтеліп қалдым. Енді мынау бізде мына жағы да 18, мына жағы да 18 болу керек. Соны өздеріңіз реттейсіздер. Енді менде екі жағы да теңесті, екеуден алуға. Мына жерде менде 4 қатар болды. Біріншісін жаймен тоқыдық, екіншісіне узор салдық. Біріншісін санамай қойық, узор салмағанымызда. 1, 2, 3. 4, негізі 4 қой. 3-те сол 4-шіден кейін мына жерден узор енді қосамыз. Осындай қосып қазір іліп аламыз біреу. Ораммен мына бұрышқа кіргіземіз. Ең соңғы бұрыш тұр. Соған кіргіземіз. Үш жерден ораммен біреу тоқимыз. Жаймен тоқимыз ораммен. Енді ораммен осы жанындағы бұл қосып атырық. Жанынан астыдан алып, жұмыс жібімізді шығарып ораммен тоқимыз. Біреу қостық. Енді соның қасына ораммен жай тоқимыз, астын алмай. Енді мынаны арғарай тоқимыз. Енді қасына жаймен, ораммен, жаймен тоқимыз. Мынаған узор саламыз, ораммен узор саламыз. Осылай осы бетке шейін алып келеміз. Мына бетке келдік. Ол біздің 4-ші қатарымыз. Ораммен, үш жерін көргіңіздер. Ораммен үш жер сәл ашықта тұрады. Ораммен мынау қосайын деп жатыр. Осы бұрыштағыны осыған ораммен узор саламыз. Біреу қостық. Мінекей енді ораммен жақыннан көрсетейін. Осы мына екеуінің ортасында бос ұяшық тұр. Біз екеуден алдық қой. Соның мына біріншісіне бос тұрғаны ол. Сол жерден кіргізіп күршегімізді, жұмыс жібімізді шығарып, ілмектегі жіптен өткіземіз. Сонда тоқыған кезде міне жеріміз біздікі ашық болып қалмайды. Мынау бұрышта тұрғанын ортасынан алсақ, ортасы ашық болып қалмайды. Мына үшеуден өткіземіз, енді екеуден өткіземіз. Енді мынау біреу тастап, екіншісінен іліп аламыз. Жұмыс жібімізді күршектағы жіптен өткізіп, біреу көтереміз. Енді мынау екіншісінен алдық, мынау бос тұр. Келесіде осыдан аламыз, осы шетін тоқығанда. Осындайдан 18 қатар тоқимыз. Мінекей мен 18 қатар тоқыдық. Бірінші қатарында санай беріңіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, мен 18. Енді біз берден біріншісін неған жоқ, саналмадық. Мына шетін тоқығанда біріншісін санамадық. 1, келесін 1 деп санаймыз. 1, 2, 3. 3-тен кейін біреу қостық. Осы жерін көрсеттім, қосқан жерін. Одан кейін 1, 2, 3. 3-тен кейін 4-ші қатарда тағы біреу қосамыз. 1, 2, 3. 4-ші қатарда тағы біреу қосамыз. 1, 2, 3. Одан кейін тағы қосамыз. Сонда бізде 1, 2, 3, 4 қостық. Одан кейін осылай тоқып 18 қатарға жеткізіп, 18 қатар болды. Мынау жіп байланған жеріміз бар. Ол жер келесі ұяшық. Бұл жерге ең соңғы біз 19-ші қатарымызды тоқимыз. Қазір шешіп 19-ші қатарды тоқимыз.
бұл жерді енді осылай узормен тоқимыз. Біреу көтереміз, шетіне кіргізіп, бұрышқа жұмыс жіпті алып, ораммен біреу тоқимыз. Келесіге астынан алып, ораммен, узормен тоқимыз. Келесіге жаймен бұрышқа тоқимыз. Келесіге узормен тоқимыз, ораммен. Осылай. Хоп, осы бұрышқа жинап барамыз. Мына бұрышқа келдік, енді ораммен осы жерден алып, мынау дәл ортасы тұр, мынау ағанымыз, мынау ортасы бос тұр. Екеу алдық қой, соның ортасына кіргіземіз. Мына жер қатты ашық болып қалмас үшін жұмыс жібімізді шығарып, күршіктағы жіптен өткізіп, ілмегімізді аламыз. Енді үшеуден біреу шығарамыз. Енді жұмыс жібімізді екеуден біреу шығарамыз. Енді мынау немізді алып тастаймыз. Жаңа белгілеген белгілімізді осы жерге соңғысын. Мынау біздің 19-ші қатарымыз біт аяқтап жатырық. Осы жерден жұмыс жібімізді шығарып бітеп қоямыз. Енді мынау ілмегімізді іліп қоямыз. Енді қара жібек жібімізден бастаймыз. Мынаны қатты тартып қоямыз да, осынша бір мына жерге не қылатындай, осынша асатындай, осынша аламыз жіпті. Енді қара жіптен бастаймыз. Мінекей келесі ұяшығымыз, бірдестен келесі ұяшығымызға кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, мынау жұмыс жібімізді шығарамыз біреуін. Мынау қысқасы астында қалады. Енді осы жерден орамсыз тоқимыз. Енді кешіріңіздер. Енді осы жерден әр ұяшыққа мынау мынаған ілінген, соның келесі ұяшық. Мына ілініп тұр, осы бірінші ұяшыққа кіргіземіз, бос тоқимыз. Осы жерді сәл бос тоқыңыздар, қатты қысып тоқымаңыздар, өйткені аяққа келмей қалуы да мүмкін. Барлығы осы жерге байланысты. Қатты қысып емес, орташа қылып тоқып, егер аяқтың размері болса, соған кигізіп көріңіздер. Егер қатты қысып тоқитын болсаңыздар, осы жері қысып қалады. Сол үшін бос тоқыңыздар. Әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз осылай. Келесі ұяшыққа кіргіземіз, жұмыс жібімізді шығарып, жұмыс жібімізді екеуден өткіземіз. Дәл осылай осы бұрышқа шейін алып барамыз. Менде осы бұрыштан, осы жерден бастап осы бұрышқа шейін 26 болады. Мынау 27-сін тоқимыз енді. Мынау ұяшыққа кіргіземіз. Мынау ұяшыққа кіргізіп, мынау тұр. Келесі ұяшыққа кіргізіп, осы жерден жұмыс жібімізді шығарып, енді ілмектегі жіппен қосып тоқимыз. Бұл бізде 27. Мынау көгімізді тартамыз. Жұмыс жібімізді үшеуден алып шығамыз. Енді келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күршіктағы жіпке ілеміз, тағып бітеп қоямыз. Осылай бітеп ілмегімізді іліп қоямыз. Енді жұмыс жібімізді осы жаққа апарып, бос қылып апарып, осының үстіне қайтадан тоқимыз. Келесі ұяшыққа кіргіземіз, жұмыс жібімізді шығарамыз, көтереміз біреу. Енді былай қараңыздар, осы жерден мына бұрыш тұр, мына келесі ұяшық, мына бірінші ұяшық. Соған кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, осылай тоқимыз жаймен. Бірақ мынау астындағы ұяшыққа кіргізіп, жаңағы қара тоқығанымыздың үстінен қайтадан тоқып жатырық. Келесі ұяшыққа кіргіземіз, жұмыс жібімізді шығарып, осылай екеуінен біреу шығарамыз. Осылай болады. Үстіп, осыны осы шетке шейін алып барамыз.
мына шетіне келдік. Менде мынау 26 болды. Екінші қатарымызды да 27 қыламыз. Мынау күржіктің қасында ұяшыққа кіргізіп, осы жерден жұмыс жібімізді шығарып, мына күржіктағы ілмектегі жіпті бірге қосамыз. Қостық. Енді мынау осы жерде мынау көк жібімізді іліп, екінші қатарымыз көк болады, сосын көк жібімізді шығарып, осы жерден келесі ұяшыққа кіргізіп, осы жерден бітейміз. Енді келесі қатарымыз осы мынандайдан болады. Бірінші қатарымыз 27, қарасы қайтадан 27 болды. Мына көгіміз 28 болады. Екінші қатары 28. Одан кейін қара 29. Солай тоқимыз. Мына жерде енді біз жаңа үш қатарымызды тоқыдық. Осылай. Мына бірінші қатар 27, екінші қатар 27, 28, 29 болды. Енді біз мынау қара жібімізді осылай мына жақтан айналатындай осы жерден кесеміз. Қара жібімізді алып қоямыз. Енді қара жібімізді осы шетке шығарып қоямыз. Енді мына аспан көк жібімізден осы жаққа апарып, мына келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, жерден бітейміз, көтереміз. Енді бірінші ұяшыққа жаймен тоқимыз осылай. Бос қып, әр ұяшыққа бір-бірден тоқимыз. Бұл жағы 30 болу керек бізде. Осылай жаймен тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Мына бетіне келдік. Бізде 29 болды. Мына ілмектегімен 30 болады. Осы ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, ілмектегі жіпті қосып алып, үшеуден біреу шығарамыз. Енді келесі ұяшыққа бітейміз. Енді біреу көтереміз. Осылай ілмекпен іліп қоямыз. Енді мына жұмыс жібімізді осы бетке алып келіп, енді мына шетке теспейміз. Мына тоқыған мына бұрыштан мына біріншіге кіргіземіз. Мына жақтан емес, мына жақтан. Енді алдын төбесіндегі подъемын көтереміз. Бірінші ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, біреу көтереміз. Енді келесісін мынау келесі астынан аламыз. Ұзын. Келесі жанынан аламыз. Қысқа. Келесі жанынан аламыз. Мына астынан. Астынан аламыз. Ұзын. Келесі жанынан аламыз. Қысқа. Келесі мынау астынан аламыз. Ұзын. Дәл осылай алмастырып тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Осылай тоқыдық. Бізде мынандай ұзыннан менде 14 болды. Мына ең соңғысын қысқадан аяқтаймыз. Осы жерге кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, ілмектегі жібімізді бірге қосып тоқимыз. Және мынау жұмыс жібімізді үшеуден шығарамыз. Енді бітемейміз. Осы ілмекпен іліп қоямыз. Енді келесі қатарымызды тоқимыз. Енді бастағанда мынау жері тұр ұзын. Соның жанынан аламыз. Жанынан алып, төбе жағынан алып, қысқа тоқимыз. Көтереміз біреу. Енді мына екі ортаға ұзын тоқимыз.
мынаның жәніне қысқа. Дәл осылай тоқып 4 қатар тоқимыз. Мінекей 4 қатар тоқылдық. Осылай иілді. Жаңа көрсетіп неғында. Енді осы аспан көк жібімізді осынша мына жақтан айналдырып, осынша неғып өшірден қырқамыз. Енді бізге жасыл керек емес. Қарадан бастаймыз. Осынша артыға алып, мына жаққа баратындай артыға алып, осы жерден мынау аяқ киіміміздің келесі яшығымызға кіргізіп, дәл осы бұрышта осыған кіргізіп, жұмыс жібімізді ұзын жағын алып шығарамыз. Енді осы жерден біреу көтереміз. Мынаны реттеп мына жаққа алып барамыз. Енді мына бұрыштағы бірінші яшыққа кіргізіп, осы жерден біреу тоқимыз, біреу. Мынау қара жібіміз неққа кетсін, жасыл жібіміз неқта қалсын. Енді келесі яшыққа кіргіземіз. Өзі көрініп тұрады. Осыған жаймен осылай әр яшыққа бір-біреуден тоқимыз. Енді мына жерде ұзынымызды алып алайық. 1, 2, 3, 4, мына бұрышпен 5. Осы жаны шықты. Енді ары қарай осылай тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Мына бетіне келдік. Қарамен тоқып, мынаудан соңғысының алдындағы біреу, келесі яшығымыз мінекей, мынау ілмектегі ілмегімізбен бірге қосып, енді көржекті үшеуден біреу шығарамыз. Енді мынау жібімізді, астындағы жібімізді тартып, мынау яшыққа кіргіземіз. Мына яшыққа кіргіземіз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу болды. Мен 5 бұрышқа 5. Енді мына жібіміз ішке кіргізіп, мына жерден бізде 1, 2, 3, 4 болды. Мына жағы бірдей болу керек. Бағана есептеп тоқсаңыздар. Мына арғы беті 4 болды. Мына беті 1, 2, 3, 4. Бұл жағы да 4. Екінші аяқ киімдеріңізде дәл осылай болу керек. Егер артық болып баратса, онда біреу тастап, келесінен тоқисыздар, сонда 4. Енді ілеміз. Осы жерде сіздерде шатаспаңыздар, осы жерден екі шетін бірдей қылыңыздар. Мен келесі яшыққа кіргіземін, екі жағында 4 қалдырам. Енді жұмыс жібімізді шығарып, күртеқтағы жіпті ілеміз, бітейміз. Енді мына жерде менде 3 қалды, ар жағы 4 болды. Сонда енді ары қарай жаймен тоқимыз. Енді осы тоқығанымызды қысып тоқимыз. Осы қатарға мән беріңіздер. Сүтіп қатты қысып тоқыңыздар. Санап, дәптерге жазып, мына жері бос емес. Мына көкке кіргізіп, осы жерін қатты қысамыз. Енді осы қатарымызды қатты қысып тоқыңыздар. Тартып, кигенде бәрі орнына келеді. Осылай жаймен тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Мына жерге шейін 48 болды. 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53-ті шығарып, күржіктағы жіптен өткіземіз, және біреу көтереміз. 53. Енді мынау келесі мына жерге жақыннан көрсетейін.
Ошол жерге кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығамыз. Да осы мынау бірінші тұрған жіпті екінші жіптен шығарамыз. Енді көтереміз. Келесі енді қасындағы тұрғанға кіргіземіз. Осылай шығарамыз. Күршікті ішіне жұмыс жіпті шығарып, бірінші жіпті екінші жіптен шығарамыз. Көтереміз. Келесіге кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, бірінші жіпті екінші жіптен шығарамыз. Және тағы біреу көтереміз. Бұл жерді бос қылып тоқыңыздар. Енді осылай көтеріп, осы жаңағы көрсеткендей қылып, осы бұрыштан тағы бір көрсетейін. Мына бұрышқа кіргіземіз. Осы жерде былай тұрады өзі. Кейін мына бізге келесісі мынау яшыққа кіргіземіз. Осы жер, осы бұрышты осыған кіргіземіз. Жұмыс жібімізді алып шығамыз. Біріншісін екіншіден өткіземіз, көтереміз. Дәл осылай осы қара, осы көрініп тұр. Сіздерге көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма? Мынау осыға айналдырып, осы жаққа шейін алып келеміз. Мына жерге келдік. Мына жерден айналдырып тоқып, бізде осындай зор шықты. Енді мына соңғысына келдік. Осы жерде мына жерден кіргізіп, осылай шығарып, жұмыс жібімізді алып шығып, күршіктағы жіптен өткіземіз және көтереміз. Енді мына арт жағын тоқимыз. Мына келесі яшыққа, төбе жағынан келесі яшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, көтереміз. Және келесі яшыққа кіргіземіз, жұмыс жібімізді шығарып, күршіктағы жіптен өткіземіз және көтереміз. Осы жерден қысып тоқыңыздар. Дәл осылай узормен осы жерге алып келіп, осылай осы жерге шейін алып келеміз. Мінекей аяқтадық. Осы жерден аяқтап жасырып қойдым. Осылай әдемі шықты.